Ертеде мақта қыз бен оның мысығы болыпты. Екеуі айрылмастай дос болады. Шуақты күндердің бірінде мақта қыз үйін жинамақ болады. Үйін сыпырып жинап жүрсе, жерден бір мейіз тауып алыпты. Содан ол жан досы мысықты іздеп шақырады. Мысығым! 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 Келмесең келмей ақ қой, өз обалың өзіңе, өзім ақ жеп қоям. Деп, мейізді жалғыз өзі жеп қояды. Жеп қойған соң, керіліп, созылып, мысық келеді. Мяу. Мақта қыз, не үшін мені соншама шақырдың? Мені шақырғанда сен келмедің, енді мен саған ештеңе айтпаймын. Ал сен маған айтпасаң, мен сен сүтіңді төк жіберем. Ал мен сенің құйрығыңды кесіп аламын. Мәсаған. Мәсаған. Ойбай, апам-ау, неге менің құйрығымды кесіп тастадың, апам-ау, құйрығымды қайтарып берші. Алдымен сен менің сүтімді қайтарып бер, сосын мен сенің құйрығыңды қайтарып берем. Мысық көп сөйлемей құйрығын қайтарып алу үшін жүгіріп сүт сұрауға сиырға барады. Мяу. Сиыр, маған сүтіңнен берші. Менің қарным қатты ашып тұр. Маған жапырақ алып келсең, мен саған сүтінен берем. Мысық жүгіріп жапырақ сұрауға ағашқа барады. Мяу. Ағаш, маған жапырағынан берші. Мен қатты шөлдеп тұрмын. Маған су алып берсең, мен саған жапырақ беремін. Содан мысық суға бара жатса, жолдан су әкеле жатқан қыздарды көріп қалады. Әй мысық, саған не болған? Не қып жүрсің сонша ентігіп? Қыздар, маған суларынан беріңдерші, маған қатты қажет болып тұр. Мынау өзі қызық мысық екен. Біз суды сонау жерден көтеріп келе жатырмыз. Саған тегіннен суды береді деп ойладың ба? Алдымен бізге сағыз әкеліп бер, сосын біз саған су береміз. Содан әбден жүгіріп шаршап шалдыққан мысық енді сағыз сұрауға дүкеншіге барады.